Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі нәзік болып шығатын трайфл атты торттың рецептісін ұсынамын. Дәл осы видеодағыдай торттың рецептісі сізде шыққанын қаласаңыз, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, видеоны қарамастан бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сізге керекті ингредиенттер ол ұн, какао, 3 жұмыртқа, сұйық май, сонымен қатар қант, қопсытқыш, яғни разрыхитель. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз, аппақ түс болғанша. Енді сұйық майымызды құямыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып, біздің ұн өткізгіштен өткіземіз, яғни қамырымызды дайындайтын боламыз. Соңғы ол бізде какао. Какаоны да ұн өткізгіштен өткіземіз. Және барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Осындай крышка сатып алдым, арнайы, яғни ұн немесе какаоны миксерлеген кезде жан-жағына шашырамайды. Дәл осындай сұйықтық болу керек. Менде форма 26. Осы формамызға сұйықтығымызды салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 15-20 минуттай пісіреміз. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызға қант қосып, водяная баняда біз жақсылап араластыратын боламыз. Бір кесеге 1 шай қасық кофе қосып, үстіне ыстық су құямыз. Тоңазытқыштан жаңа шыққан сливкиімізді таза ыдысқа салып, жақсылап миксерлейміз, яғни біздің сливкиіміз қою болғанша. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Оның үстіне біздің сахарный пудраны және творожный сырды салып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Водяная баняда тұрған жұмыртқамыз бен қантымызды дәл осы кремімізге құямыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Трайфлға арналған кез келген ыдысты қолдануларыңызға болады. Менде осындай арнайы трайфлдың коробкасын қолдандым. Ең алдымен бірінші кремін жағамыз. Кремнің үстіне біздің корждарымызды үстіне қойып шығамыз. Оның үстіне біздің кофемізді корждарының үстіне сеуіп шығамыз. Енді осындай сұйықтық болғанша қайнатамыз. Енді қайтадан крем жағамыз, қайтадан корж қойып, дәміне қарай, мысалы сіздер жеміс-жидектер салсаңыздар болады, өте ерекше болады дәмі. Енді тоңазытқышқа шамамен 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Шоколадты крем жасаймыз. Ол үшін бізге сливки, сары май және шоколад қажет болады. Барлығын водяная баняда араластырып, бұны біз тоңазытқышқа шамамен 2 немесе 3 сағатқа немесе түнге қалдырсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Оформлениясына сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дизайнмен жасауларыңызға болады. Менде үйде жеміс-жидектерден клубника, голубейка және мята болғандықтан дәл осылай сәндедім. Міне достар, біздің трайфлымыз дайын болды. Достар, трайфлға ұқсас басқа да рецепттерді іздесеңіз, жоғарыдағы нүктені басу арқылы каналымдағы басқа да рецепттерді көре аласыздар. Осымен біздің десерт аяқталды. Сіздерге ұнаса өте қуаныштымын. Комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеоларды үзбей көру үшін подписаться деген нүктені басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы жаңа шыққан видеоны бірінші болып көресіз.